Бүгіннен бастап мектеп бітірушілер ұлттық бірыңғай тест тапсыру үшін алдын ала онлайн тіркелуді бастады. Бұл жол түлектерге 2 рет негізгі сынақ тапсыру мүмкіндігі беріледі. Бірақ олар бейіндік пәнін ауыстыра алмайды. Ал грант саны артады деген білім министрлігі нақты қай мамандыққа қанша тегін оқу орны бөлінетінін алдын ала биыл да айта алмай отыр. Сондықтан бұл жолда мектеп бітірушілер көз жұмып, тәуекел етіп сынақ тапсыруға мәжбүр. 11 жылдық білімін 4 сағаттың ішінде дәлелдеуі тиіс түлектер биыл мамыр-маусым айларында 2 рет ұбт тапсырылады. Мүмкіндік 2 рет беріледі екен деп екеуінің біреуінде болсын ережені бұзуға болмайды. Өйткені тест қорытындысы түгел жойылады. Сондай-ақ таңдау пәніңіз екеуінде де бірдей болуы шарт. Бұтын ең басты қағидаты, өту қағидаты 1 компьютер, 2 камера және 1 тестленуші қағидаты бойынша өткізіледі. Биылғы жылы іске қосылып отырған екінші камерамыз, фронталды камера, оның ең басты міндеті тұлғаны сәйкестендіру, яғни бөгде адамдардың тапсыруына жол бермеу, және сонымен қатар емтихан барысында тапсырушыны қадағалау мақсатында енгізіліп отыр. Тестілеуге кіргеннен камераның бақылауында болатын түлектер үшін компьютер экранында калькулятор, Менделеев кестесі, сондай-ақ металдардың белсенділік қатары қосылған тұздардың ергіштік кестесі болады. Ал ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қосымша тағы 40 минут тестілеу уақыты берілетін болды. Түлектерге жақсы мүмкіндік беріп отырмыз деген білім министрлігі биылда қай мамандыққа қанша гранттың бөлінетінін айтуға асықпайды. Бірақ кей өңірлерге ерекше көңіл бөлінбек екен. Негізі енді биыл осы ерте шығарамыз деген тұғын, 21 жылдың желтоқсанда шығарамыз деді, одан кейін қаңтарда деп айтты, бірақ бұл әлі созылып келе жатыр, нақты шығарылмай жатыр. Өткен жылдары мысалға тіпті июньнің соңына қарай жарияланды. Бұл деген ұбт өтіп кетті, адамдар уже кейбір таңдауларын жасады. Бізде енді қаңтарда оқыған білесіз, содан кейін ба бізде батыс өңірге деп бөлек грант беріп жатыр. Бұл бірақ енді басқа өңірдегілердің ашуын туғызуы мүмкін. 56 мыңнан 73 мыңға гранттың артуы түлектерге 50 балмен де кейбір оқу орындарына түсуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Яғни 3 деген бағалы жүргендердің де тегін оқуға ілігуі әбден мүмкін. Бірақ бұдан білім сапасы төмендемесе көтерілмейді дейді сарапшылар. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.